Ел қорғаны Жанғожа. Биыл елді жаудан қорғаған Бахадыр Сарабдал қолбасшы Жанғожа Нұрмұхамедұлының туғанына 250 жыл. Тарихи датаға орай, тарихы терең, аңызға кенен, қазалы жұрты ұлан-асыр той жасады. Түрлі шаралар ұйымдастырылып, облыс әкімінің қатысуымен тағылымдық, танымдық ғылыми конференция өтті. Жанғожа 300-дің ең атақты батыр билерінен саналады. Ол қазақ тәуелсіздігі үшін күрескер ретінде орысты да, хиуалықтарды да, қоқандықтарды да, тіпті хандардың өзінде мойындаған жоқ. Мұхамеджан Тынышпаев осылай айтқан. Жанғожа Нұрмұхамедұлы Бахадыр батыр, қазақ жерін жаудан қорғаған, сыр бойындағы ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы, ел жұртқа ес, дұшпанға сес болған тарихи тұлға. Конференцияға Қазалының зиялы қауымы, батырдың ұрпақтары қатысты. Шараны өткізудегі басты мақсат тұғырлы тұлға Жанғожа батырдың көзсіз ерлігін жас ұрпаққа кеңінен насихаттау, бабаны ұлықтау. Жиналғандар Бахадырдың батылдығын, көшбастар даналығын, тарихтағы орнын тілге тиек етті. Дана халықтың төл перзенті ретінде ұлт тарихының ең бір күрделі де ауыр кезеңінде өмір сүрген ұлт азаттық қозғалысының көрнекті басшысы болған Жанғожадай батырымызды еске алып, оның өмірі мен ерлігін жете дәріптеу біздің азаматтық парызымыз. Жанғожа Нұрмұхамедұлы өз дәуірі артқан ұлы жүкті қайыспай көтерген, ел қауымдағы парызын адал атқарған дарабоз батырымыз. Азаттық туын көтеріп, өмірінің соңына дейін аттан түспеген батырдың аңсаған арманына бүгінгі ұрпақ біз жетудеміз. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы, батыр бабаларымыз ғасырлар бойы жерінің шетін жауға бастырмай бізге мирас етті. Осы ұлы мұраны көздің қарашығындай сақтау басты міндетіміз. Біртұтас әрі қуатты мемлекетті ұрпаққа табыстау негізгі мақсатымыз деген болады. 2017 жылы Қызылқұм беткейіндегі шекара заставасына батыр бабамыздың есімі ресми түрде берілді. Астана және Ақтөбе қалаларында батыр бабамыз атында бірнеше көшелер бар. Биылғы мерейтой аясында Жанғожа батыр ауылында президентіміздің бастамасымен бой көтерген 300 орындық жайлы мектеп ел игілігіне пайдалануға берілетін болады. Қазалы батырлар әулиелер мекені, Жалаңтөс ақтан орақ батырлар шыққан жер. Киелі мекендің тағы бір тұлғасы Жанғожа Нұрмұхамедұлы. Шапқыншылық жылдары еліне ес болды, жел жағына ық, жау жағына пана болған батырды артындағы ұрпақ ұмытпайды. 250 жылдық мерейтойына жиылған жұрт алдымен Әйтеке би кентіне жөңкілді. Кесенесіне барып тағзым жасап, рухына құран бағыштады. Батыр баба рухына арналған шаралар легінде шек жоқ. Киелі жерде елдің басы қосылып, үлкен ас берілді. Балпаң-балпаң басқан балуандар қазақша күресте бақ сынасты. Аудандағы кәсіпкер демеушілердің қолдауымен жеңімпаздарға ақшалай жүлде табысталды. Батыр баба мерейтойы Жалаңтөс Бахадыр стадионында жалғасын тапты. Алтын күз 2024 шарасы аясында ауданның ауыл шаруашылығы дамуына үлес қосып жүрген шаруалар марапат төрінен көрінді. Еңбек еленуімен құнды салтанатты жиында ел мен жер дамуына еңбегі елеулі азаматтар облыс және аудан әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Ауданның әлеуметтік экономикалық даму үшін еңбек етіп жүргендердің әрбірінің есімі қазалылықтар үшін жақсы таныс. Қазалы ауданының Қарашеңгел округінің медпункт меңгерушісімін. Осы ветеринарный саласында жұмыс істеймін. 10 жылдай болды. Осы ветеринарный саласында эпизоотиялық ақылауға тұрақты міндетіміз жұмыс істеп жатырмыз. Марапатқа енді алғысым шексіз. Бәріңізге көп рахмет. Батыр бабаны ұлықтау, тарихыңды ұмытпау. Мерейтойға алыстан ат артып келген қауымның қарасы қалың болды. Аудан әкімі Мейрамбек Шермағанбет құттықтауларын жолдаған барша қонақтарға алғысын білдірді. Қазалы ауданында атқарылған әрбір ауқымды істерге қолдау білдіріп, кешелі бері баба мерейтойы аясында өткен мерейтойлық шаралар мен бірқатар жаңа нысандардың ел игілігіне берілу шараларына арнайы қатысқан аймақ басшысы Нұрлыбек Башбекұлына барша Қазалы халқының айтар алғысы шексіз. Сондай-ақ 2 күнге созылған батыр бабамыздың мерейтойына атсалысып, демеушілік жасап, қолдау білдірген Астана, Алматы, Тараз, Шымкент, Ақтөбе, Орал, Жетісу облыстары мен басқа көршілес облыстарынан келген жерлестерімізге бүгінгі шараға арнайы келіп,
облыс әкімінің құттықтауын табыстап жатқан облыс әкімі орынбасары Ардақ Темірханұлына, Қызылорда қаласының әкімі Нұржан Сәбитұлына және барлық аудан әкімдеріне аудан жұртшылығының атынан шынайы алғысымды айтамын. Қадірменді ағайын, бүгінгі қабат келген қос мерейтой құтты болсын айта отырып, шаңырақтарыңызға шаттық, құт береке тілеймін. Халық игілігі үшін жасаған жұмыстарыңыз әрдайым нәтижелі, жемісті болсын, халқымыздың ырыс құты арта берсін, несібеміз мол болсын, ауданымыз көркейіп гүлдене берсін, мереке барлығыңызға құтты болсын. Мерекелік кеш мерекелік гала-концертке ұласты. Елге белгілі өнерпаздар ән шырқап, ел көңілін асқақтатты. Рахат Рахымжанов, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті Барнасы.